Ассалаумағалейкум құрметті достар, 5 уақыт намаздың қарапайым өзіміздің тілде оңай тез бастап кету түрін көрсетейін. Иә? Құрметті достар, 5 уақыт намазда ең бірінші таң намазы оқылады. Таң намазының 2 ракат сүннеті және 2 ракат парызы бар. Сіз таң намазын дәрет алып болғаннан кейін 2 ракат сүннет оқисыз. 2 ракат сүннетте дәл осылайынан тұрасыз да, міне ниет еттім, ішіңізден айтасыз. Ниет еттім таң намазының 2 ракат сүннетін оқуға, бетімді құбла тарапына бұрдым дейсіз да. Аллаху акбар дейсіз. Содан кейін мына жер қолыңызды ұстағаннан кейін мына дұғаны оқисыз. Субханакаллахумма бихамдика ва табаракаллаху дегенді. Сосын айтып болғаннан кейін аузу биллахи минаш шайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүресін оқисыз ішіңізден. Сосын қосымша Каусар сүресін оқисыз. Бәрін скриндап алыңыз. Осы сүрені оқып болғаннан кейін рухқа кетесіз. Міне былай. Аллаху акбар деп. Сосын бұл осы жерде тұрған кезде Субхана роббил азим, Субхана роббил азим, Субхана роббил азим деп 3 рет айтасыз да, Сами Аллаху лимен хамидах, Раббана ва лакал хамд деп, Аллаху акбар деп сәждеге кетесіз. Сәждеде Субхана роббил а'ла, Субхана роббил а'ла, Субхана роббил а'ла, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Субхана роббил а'ла, Субхана роббил а'ла, Субхана роббил а'ла деп осы 3 рет айтқаннан кейін қайтадан тұрасыз, екінші ракатқа тұрасыз. Екінші ракатта осы Фатиха сүресін оқисыз, сосын Ықылас сүресін оқып, жаңағындай бәрін қайталайсыз. Сол қайталап осы жерде екінші ракатта тұр кетпейсіз, жаңағы естіп болған тұр кетпегеннен кейін осы жерде тұрған кезде мына дұғаларды оқисыз. Ат-тахияту, Аллахумма салли, Аллахумма барик, сосын Аллахумма Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан дұғасын оқисыз да. Екі жаққа ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп сәлем бересіз, 2 ракат сүннет бітеді. Сосын парызға тұрған кезде қамат айтасыз. Міне қамат Аллаху акбар деп басталады. Қамат айтып болғаннан кейін ниет еттім таң намазының 2 ракат парызын оқуға, бетімді құбла тарапына бұрдым деп Аллаху акбар деп дәл осы жаңағы сүннетте оқығандарыңызды жаңағы Фатиха сүресін, Каусар сүресін даусыңызды шығарып оқисыз. Қалғандары іштен. Солай екінші ракат кетесіз, тура солай екінші ракатта жаңағы Фатиханы, Ықылас сүресін жаңағы дауысын шығарып оқисыз, 2 жақ сәлем бересіз, таң намаз бітеді. 5 намаз 4 ракат сүннет, 4 ракат парыз, 2 ракат сүннеттен тұрады. Басында сүннетті оқисыз, сүннетті оқығанда тура дәл сол жаңағы таң намаз сияқты жаңағы ниет еттім дейсіз, құбла тарапына бұрдым, жаңағы дұғаларды оқисыз, осымен скриндап алған дұғаларын жаттап алыңыз. Сосын екінші ракатында бұл жақта тұрып кетпейсіз. Екінші ракатында осылай тұрған кезде ат-тахият дұғасын айтасыз да, үшінші ракатқа тұрасыз, 4-ші ракатта уже сәлем бересіз. И парызында қамат айтасыз, 4 ракат парызында қамат айтасыз, такбир аласыз. Бұл 5-інде барлығын іштен айтасыз, дауыс шығарып оқымайсыз. 5-інде айта кететін жайт, 2 ракат жаңа парызы бар ғой. Парызында сол 2 ракатта жаңа Каусар жаттап алған Ықылас сүресін оқығаннан кейін 3-ші, 4-ші ракатта тек Фатиха сүресімен уже кете бересіз. 4-ші ракатында уже сәлем бересіз. 2 ракат сүннет ол таң намаз сияқты, 2 ракат сүннет, екіншісінде жаңа дұғаларыңызды айтып сәлем бересіз. Сосын бізде аср намазында тоже ішіңізден оқисыз, ниет еттім аср намазының 4 ракат парызын оқуға, бетімді құбла тарапына бұрдым, Аллаху акбар, жаңа дұғалардың бәрін іштен айтасыз, Ықыласты айтасыз, жаңа Каусарды айтасыз. 3-ші, 4-ші ракатта тек Ықылас, 3-ші, 4-ші ракатта тек Фатиха сүресімен сәждеге кете бересіз, 4-ші ракатта сәлем бересіз. Содан кейін бізде шам намазы 3 ракат парыздан және 2 ракат сүннеттен тұрады. 3 ракат парызда бұл жақта дауысыңызды шығарып оқыңыз, жаңағы ниет еттім шам намазының 3 ракат парызын оқуға, бетімді құбла тарапына бұрдым, Аллаху акбар, жаңағы дұғалардың бәрін айтасыз. Бұл жерде Фатиха, Ықылас сүресін дауысыңызды шығарып оқисыз. Екінші ракатқа тұрасыз, Фатиха мен жаңағы Ықыласыңызды дауысыңызды шығарып оқисыз. Екінші ракатта тура осылай ат-тахият айтып, 3-ші ракатқа тұрған кезде ішіңізден Фатиха сүресін оқисыз да, уже сәждеге кетіп, 3-ші ракаттан кейін уже сәлем бересіз. 2 ракат сүннеті тура дәл сол сияқты. Сосын бізде құфтан намазы. Құфтан намазы 4 ракат парыз, 2 ракат сүннет, 3 ракат өтір уажип намаздан тұрады. Құфтан намазында даусыңызды шығарып оқисыз, дәл сол сияқты жаңағы Фатиханы, Каусарды айттыңыз, 2-ші ракатта жаңағы Фатиханы, Ықыласты айттыңыз, даусын шығарып, 4-ші ракатта, 3-ші, 4-ші ракатта дәл сол жаңағы Фатиха сүресімен ішіңізден оқып сәждеге кетесіз. 4-ші ракатта сәлем бересіз. 2 ракат сүннеті тура дәл сол сияқты ішіңізден оқисыз. Сосын 3 ракат өтір уажип деген бар. 3 ракат өтір уажипта жаңағы неңізді оқыңыз ғой. Ниет еттім құфтан намазының 3 ракат өтір уажип намазын оқуға, 3 ракат өтір уажип жаңағы не істейсіз. 2-ші ракатын дәл сол дұғалар, 2-ші ракатында ат-тахият айтасыз, 3-ші ракатқа тұрасыз. 3-ші ракатқа тұрғаннан кейін жаңағы сүреңізді оқисыз, және де қосымша тағы бір сүреңізді оқисыз, Каусар немесе жаңағы Ықыласты. Сосын қайтадан такбир аласыз. Мысалы, Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад айтып болдыңыз, сәждеге кетіп қалмайсыз. Қолыңызды жібересіз да, Аллаху акбар деп мына құнт дұғасын айтасыз. Құнт дұғасын айтасыз. Соны айтқаннан кейін уже сәждеге кетіп, жаңағы
сәждеге кетіп, үшінші ракатында тұрып кетпей, жаңағы ат-тахияту, Аллахумма салли алейхи барик етіп, екі жаққа сәлем бересіз, сонымен құптан намазы бітеді. Сосын жаңағы намаздан кейінгі дұғалар десеңіздер шығады. Оқып болғаннан кейін соңында тәсбих тартсаңыз, сол сізге сауап болады. Жаңағы аузу биллахи шайтанир ражим бисмиллахир рахманир рахим деп, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм деп аяттул курсini оқып, жаңағы 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар деп айтып, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп дұғаңызды етіп жасай бересіз. Әр намаздың соңында осыларды естісеңіз болады. Міне сонымен қарапайым тілде, егер түсінбей жатсаңыздар, комментарий бөліміне жазсаңыз болады, немесе жаңағыдай ютубта КМДБ-ның нелерін көрсеңіздер болады. Баршаңызға ассалаумағалейкум.